Қош келдіңіздер. Бұл менің өзі үшінші сабағым. Бұл сабақта біз Blueprints-тің не екенін өтеміз. Бұл сабақта және қарапайым қозғалыстармен ойыншы басқаратын черектер құрамыз. Ойыншының простой ХП системасын құрамыз. Ойыншының қып алып тастайтын системасын құрамыз. Ағылшынша айтқанда damage. Ойыншымен байланыста жоғалып кететін элемент құру керек, және де сол элемент жоғалып кеткен кезде ойыншының ХП-сы 10-15%-ке көтерілу керек. Біз қазір жаңадан жоба ашуымыз керек, проект. Алдыңғы сабақта мен blank дейтін жобаны ашқам, то есть шаблонды пайдаланғам сол кезде. Мен қазір енді third person дейтін шаблонды пайдаланғым келіп отыр, өйткені менде данный момент 3D модель дайын емес, то есть персонаждың 3D моделі жоқ. Сол үшін мен third personдағы өзінің беріліп отқан 3D моделін пайдаланғым келіп отыр. Мен енді осы third person басам. Next. Бұл сабақ, бұның барлығын алдыңғы сабақта түсіндіріп өткем. Мына жерде мен проекттің атын жазып жіберейін. Сабақ 3 и Creative Project. Так, бізде жоба ашылды. Бұл жобаны бастамастан бұрын сіздерге бір-екі жаңалығымен бөлісіп кеткім келіп отыр. Жаңа мен өзім айтып кеткенде менде 3D модель дайын емес дедім. Сол 3D модель дайындау үшін алдыңғы сабақтарда бізде 3ds Max-тан және де Blender Cinema 4D дейтін программалардан сабақ басталатын болады. Так, ендігі бізде жоба ашылды. Сіздерге барлығын түсінікті көрсету үшін мен дайын Unreal Engine-ның өзін дайындап беріп отқан системасын пайдаланбай, қайттан сценарио өзім жасағым келіп отыр. Алдын ала мен сіздерге бір көрсетіп жіберейін, оны қалай жұмыс жасайтынын. Play деген кнопканы басамыз, және де вуаля, бізде осы черектермен пайдалана берсек болады. Секіре аламыз және жан-жаққа қарап жүгіре аламыз. Оны қалай істейді? Біз енді мына жерде контент браузердің ішінде контентке өтеміз. Осы контентке өткен кезде біз ойдан пак ашамыз. Пак бұның атын болашақ жобаларыңыздың атымен бірдей қойып қойсаңыздар болады. Кез келген ат қабылдана береді. Мысалға мен сабақ 3 деп қоям. Және осы сабақ 3-дің ішіне кірем. Енді бұл жерде біз тағы пакпілер бөліп тастауымыз керек. Ол пакпілердің аты мысалға текстуралар сақталады. Қате жазып қойдым, оған мән бермей қойыңыздар. Одан кейін бізде материалдар және blueprint. Бізде текстураның ішінде текстуралар сақталады, материалдың ішінде материалдар сақталады. Енді бұл сабақта біз материал мен текстура пайдаланбаймыз. Жай ғана черектердің өзін ғана құрамыз. Және де система ХП жасаймыз. Blueprint-тің ішіне кіреміз. Бұл Blueprint деген пакпаның ішінде тек біздің жасалған Blueprint класстарымыз ғана сақталады. Ол Blueprint класты қалай жасаймыз? Мүшкінің оң жағын басамыз, любой жерге барып. Және де Blueprint класс деген басып таңдаймыз. Бізде мына жерде Blueprint класстың неше түрісін ұсынып тұр. Actor, Pawn, Character, Player Controller, Game Mode Bus и Actor Component, Scene Component. Бізге енді бұл жерде Character керек. Неге Character? Өйткені Characterдің ішінде біз персонаждың более advanced деп айтылады, более детально настройка жасай аламыз. Павында сіз управлять ете аласыз, бірақ ондай черектердікіндей толық настройкалар берілмейді. Сол үшін мен қазір мына жерде черектер деген таңдаймын. Черектерге жазамыз BP, атын қоямыз, то есть BP. Мен өзім BP деп просто қойып жатырмын. Сіздер қоймай қойсаңыздар да болады оны. BP черектер класс деп қоя салайық. Класс. Және оны жасағаннан кейін біз ішіне кіреміз. Бізде уже BP черектердің ішінде жүрік. Бұл жерде біз бірінші очередь не істейміз. Алғасында бізде пустой болады, тек коллизациясы мен стройка ғана болады. Стройка бізде персонаж қайқа қарап тұрады, соны көрсетеді. Қазір мен бір черектер, то есть статик мешті олатын болсам анимациясымен, ол басқа жаққа қарап тұрады. Бізге обязательно стройка қайқа қарап тұр, сояққа қарап қоюымыз керек. Және де осы жерде біз не істейміз? Бірінші очередь біз статик меш шақырамыз. Статик мешті даулет етеміз. Өтірік айтамын, статик меш керек емес, бізде уже меш тұр екен. Осы мешке skeletal mesh қоюымыз керек, то есть біздің болашақ персонажымыздың скелетін қоюымыз керек. Мына жерде енді мен манекен дегенді қоям. Манекенді қойған кезде маған осындай болып шығады.
Сіздерде де дәл осындай шығады. Сіздер просто оның локациясын дұрыстайсыздар. Локациясы дұрысталған кезде мынау черектердің, то есть коллизацияның артық шығып кетпеу керек. То есть бізде коллизация істейді. Коллизация граньды көрсетеді. Шет жағы. Аш жағы бізде сол түсіп кететін жері. То есть мысалға мен былай қоятын болсам, менің персонажым аяғы по текстура жүреді. Текстурдың астында жүреді, болмаса ішінде жүреді. Сол үшін мен дәл осының бойына қойым керек. Одан кейін вращениемен, манипулятор вращениемен мен оны 90 градусқа бұрым керек Z ойысында. Сол кезде маған нақты өзінің бұрысымен қойып береді. Ендігі бізге бұл черектерді каким-то образом визуалды көріп пайдалану үшін мен камера жасауым керек. Камераны, егер сіздерде камера басқаша өсіп жасалатын болса, сіздер обязательно меш компоненттің ішіне қосуларыңыз керек, то есть дочерний актор қосуларыңыз керек. Ендігі бізде бұны камераның өзін дұрыстаймыз. Оны камераның өзін дұрыстау үшін бізге spring arm дейтін нәрсе керек. Енді бұны біз spring arm үшін тастауымыз керек негізі. Spring arm бізде камераны управлениеге арналған, то есть жан-жаққа қарау. Егер мен бұны пайдаланбайтын болсам, камера өзінің ойысында ғана бұрылады. Ал spring arm үшін салатын болсам, менде камера осы линия бойынша ғана қозғалады. То есть бұл жерде қалай? Бізде spring arm өзінің ойысы бойынша жылжиды. Сол ойысы бойынша жылжыған кезде бізде камераны конечный путьпен жылжытады. То есть мысалға spring arm бізде Z ойысымен 90 градусқа бұратын болсақ, мен камерам персонажымның оң жағына қарай кетіп қалды. Сол үшін осылай пайдалануымыз керек. Және де бізде details деген ішінде бұның настройкаларын істеуіміз керек. Мынау ара қашықтығы. Егер алыстатсам алысып кетеді, жақындатсам жақын болады. Менде енді 300 это маған нормально 300 дейтін. Одан кейін бізде dog collision test дегенді алып тастаймыз. Негізі қосып қойсаңыздар да болады. Бұл просто камераның коллизациясын қосады. Бұл қандай кезде жұмыс жасайды. Бұл егер сіздің жасап жатқан левеліңіз, картаңыз кішкентай болатын болса, және камераңыз сол стеналарға тиген кезде коллизациясы болғаннан кейін автоматически персонажға жақындап кетеді. Егер dog collision test дейтін қосылып тұрса, егер бұл қосылмай тұрса, сіздердің камераларыңыз через текстура өтіп кете береді. Одан кейін бізде dismiss болып түсеміз. Одан кейін бізде compile и save дегенді басамыз. Event graphқа өтеміз. Event graph біздегі барлық кодтың жазылатын жері. Blueprint, то есть визуалды скрипт жасалатын жері. Біздерде енді бізде evenттер дайындап қойған. 3 event беген play, және event actor беген overlap, және event tick. Бұлардың ешқайсы бізге керек емес. Save. Бізге енді мына жерде editке өтіп, project settingsке өтуіміз керек. И inputқа өтеміз. Inputқа өткен кезде бізде мына жерде action mappings и axis mappings дейтін бар. Осылардың ішін ашсаңыздар, сіздерде move forward, move right, turn right дейтіндер тұрады. Мына жерде action mappingстің ішінде jump и reset VR деп тұрады. Бізде енді action mappings керек емес, бізге тек axis mappings ғана керек. Move forward'тың ішінде бізде кнопкалар тұрады. Кнопкалар мысалға W бізде алға жүгіреді. Оның значениесі 1 болады. S значениесі -1 болады. Өйткені біз S тасқан кезде артқа қарай жүгіру керек. Сол үшін S-ті қойып қоямыз. Up down это бұл стрелка жоғары и стрелка астына қарай. Одан кейін move right. Move right бізде A сол жаққа болғаннан кейін бұл жерде енді не үшін -1 A. Өйткені сіздер кез келген нәрсе оңға қарай қозғалады. Оңға қозғалған кезде бізде значениесі 1 болу керек. Сол үшін бізде A -1 болу керек. D 1 болады. Бізде сол кезде D-ны басқан кезде оң жаққа қарай жүгіріп кетеді. Егер мен қазір значениелерін ауыстырып қоятын болсам, мен D-ны басқан кезде мен сол жаққа қарай жүгіріп кетеді, A-ны басқан кезде оң жаққа қарай жүгіріп кетеді.
Так, енді біз бүкіл барлық контроллердің настройкаларын істеп алсақ, то есть жаңа проекттің настройкасына кіріп, өзімізге керек кнопкаларды қойып алғаннан кейін, сол кнопкаларды пайдалану үшін біз өзіміздің персонажымыздың blueprint код жазатын жеріне өтіп, код жазатын жері біз жаңа айтып кеткенде event craft'ың ішінде ғана код жаза аламыз, визуалды код. Енді осы жаққа соларды шақыруымыз керек. Оларды шақыру үшін біз оң жағын басамыз. Оны ашып алайын бірінші, және input. Осыны ашып алғаннан кейін бізге move forward дейтін событияны шақыру керек. Мишканың оң жағын басамыз пустой жерге. Move forward. Бізде input axis move forward дейтін события шақырылды. Бұл события қай кезде орындалады? Бұл события бізде мына жерде тұрған кнопкалардың біреуінің басылған кезде ғана шақырылады. Но не дегенді мен керек емес, алып тастай салайын. Но дейтін ол пустой деген сөз, ол керек емес. Ана жерде жаңа айтылып кеткенде бір кнопканың басылған кезде бізде осы жерде input axis move forward дейтін события шақырылады. Бұл событияны орындау үшін біз сызық шығарамыз. Қазақша айтқанда сызық, негізі орысша айтқанда өзел. Осыны шығарғаннан кейін мына жерге forward өтірік айтамын, ағады add movement input дегенді шақырамыз. Бұл функция біздің персонажымызда алға, болмаса артқа, оң жаққа, сол жаққа жылжығанына орындалатын функция. Біздің персонажымызды жылжытады осы. Енді access value'ны біз scale value'ге қосамыз. Енді бұл жерде бізде world direction дейтін нәрсе бар. World direction'ды орындату үшін world direction бізде осы значениелер бойынша персонажымызды қозғайды. Оны обязательно қосуымыз керек. Оны қоспайтын болсақ, біздің персонаж кнопка қанша орындалса да персонажымыз жылжымайды. Нулевой локацияға өтіп кетеді. Мысалға мен көрсетейін қазір. Батыратын ешқандай нәрсе орындалмайды. Өйткені бізде world direction'да 0 деген значение беріп тұр. 0 значениесі бізде осының біздің главный персонажымыздың тұрған орын нулевой цель қылып алып алады. Бұны жылжыту үшін біз get control rotation деген шақырамыз. Бұл get control rotation контроллеріміздің вращениесін алып аламыз. Get это беру. Сол үшін біз get арқылы шақырып аламыз. Бізге z осі ғана бойынша қозғалу керек. Бізге x, y керек емес. X, y жаңа айтқандай y бізде жоғары астына қарай, x сол жаққа, оң жаққа қарай қозғап жібереді. Бізге z қана керек. Z өзінің ортасына тұрып, осьті оң жаққа, сол жаққа бұрады. Енді бұл жерде біз break шығарып аламыз. Break rotator дейтінді. Осыны шығарғаннан кейін z значениесі бойынша make rotatorды шығарып аламыз. Енді біз автоматически x осіне ауысып кетеді. Бұны біз просто z осіне ауыстырамыз да альтты баса тұрып x осіне өшіреміз. Осыны өшіргеннен кейін return value'ге значение, выходной значениеге біз get forward vector дегенді аламыз. Бұның выходной значениесін world direction'ге қосамыз. Выходной. Ладно. Get forward vector бізде персонажымызда алдыңғы векторын көрсетеді. Сол вектор арқылы біз world direction'ге береміз. Ал access value соның значениесін 1 келсе алға қарай жылжытады, -1 келсе онда артқа қарай қозғалтады. Ендігі бізде қалып тұрған оң жақ и сол жаққа қарай қозғалу. Оны шақыру үшін біз right move right деп тұрады. Move right-та события ретінде шақырып алып, бұғанда add movement input-ты қосамыз. Дәл үстіндегідей access value'ды scale value'ге өткіземіз да, мына жерде бірақ forward вектор емес, бізге оң жақтағы вектор керек. Енді бұл жерде get right vector деп жазамыз. Және де бұлардың значениелерін world direction'ге қосамыз. Енді мен қазір қосатын болсам, ол нешем жүгіреді.
Бірақ мен камераны қозғалай алмаймын. Сол үшін мен камераны қозғау үшін бірінші turn дейтін turn событиясын шақырып алуым керек. Бізде turn дейтін маус X ойысында тұр. Осы X ойысы бойынша мишка қозғалған кезде камераны бұрады. Енді бұған біз pitch деген то есть wow шақырып аламыз. Add контроллер wow input и access value-ын қоса саламыз осыған. Және де біз енді оң жақ сол жағымызға қарау үшін look up событиясын шақыруымыз керек. Ол мишканың Y ойысы бойынша қозғалған кезде ғана шақырылады. Look up и бұл жерде біз pitch шақырамыз. Және compile и save. Play. Нешін менде камера бейтіп плавно қозғалып отқан сияқты, бірақ плавно емес түкте. Оны өшіру үшін сіздерді негізі өшіп тұрды, баста мен просто жаңа қосып болған. Lag дегенде, enable camera lag дегенде өшіреміз. Және де сіздерді rotation lag дейтін қосып тұрса, онда өшіре саламыз. Сол кезде бізде более жестко қозғалады. Жаңа айтып кеткенде сосын менде камерада коллизациясы қосып тұр. Spring cameraның ішінде dog collision test дейтін қосылып тұр. Бұны алып тастайтын болсақ, және бұны қайтадан қосатын болсақ, бізде камерамыз через текстур өтіп кете береді. Егер бұны қосып қоятын болсақ, бізде камера через текстура өтпейді. Өткен камераның коллизациясы қосылады. Ендігі бізде өзіміздің персонажымыздың контроллерлерін дұрыстап алғаннан кейін, просто контроллер жазып болғаннан кейін бізге система хп ойластыру керек. Система хп бізде контроллердің өзіне жазсақ болады. То есть персонаждың өзінің ішіне жазсақ та болады, болмаса контроллерге жазсақ болады. Бұл контроллерді алдыңғы сабақтарда өтетін боламыз. Бізде бұл жерде неге жоқ, өйткені бізде дефолтный контроллер пайдаланып тұр. Player контроллер класс дейтінге өтетін болсақ, енді player контроллердің өзі дефолтный болып тұр. Бұл шықпайды. Бұл контроллер Unreal Engine-ның дефолтный өзінің беретін контроллері. Бұны өзгертсеңіздер болады. Дәл жаңағыдай біз қалай классты қалай жасадық, дәл солаймен Blueprint классқа кіріп, осы жерде player контроллерді бастаңыздар. Сол кезде player контроллер жасалады классы. Бізге енді мына адам керек емес. Біз BP character класстың ішіне перемене жасаймыз. Перемене variables'ның ішіне жасалады. Бұған біз hp деп қойсақ болады. Hp жағынан көрсетеді. Типке integer деп қоямыз. Бұл целевой емес, бұл толығынан көрсететін значение, то есть қазір сіздерге көрсетіп жіберейін. Compile, және де тағы бір variable ашып жіберейін. Бір перемене создать етіп жіберейін. И hp float деп создать етейін. Бізде float қалдықтарымен көрсетеді. Мысалға міне 0.18 көрсетіп тұр. Integer'де бізде ондай значение жоқ. Бізде жестко ауысады бұл жерде 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 деген сияқты. Бұл переменелер туралы алдыңғы сабақтарда өтетін боламыз. Енді hp деп ашып перемене жасағаннан кейін бізде алдыңғы значениеміз 100 болу керек. Және compile. Бұл жерде жанында hp-ны алатын системаға шығару үшін мен бұл жерде Blueprint класс жасағым келіп отыр. Және оның классқа актер классын алуым келіп отыр. hp минус деп аша салайын. Осы минустың ішіне мен компонент collision, box collision компонентін қосқым келіп отыр. Box collision компонентінің мына 4 бұрышты кубтың ішіне кірген кезде бізде hp алынып отырады. Так, размерін 60-та 60 қылайық бәрін. Бұны енді мен просто так қазір алдыға шығара салатын болсам.
Менде ешқандай еш нәрсе болмайды. Неге? Өйткені мен бұның ішіне код жазуым керек. Ол код жазу үшін мен астына түсем, событиялар деген тармаққа өтем. Ол событияның ішінде бізде осы локализацияға арналған событияларды көрсетеді. Маған енді оның ішінде қызықтыратыны on component деген overlap дейтін компания, то есть event. Бұл eventті мен остальные actor деген ішінде cast to, то есть ссылка алып аламын өзімнің персонажыма bp character class деп. Бұны не үшін жасап жатырмын? Мен event шақырылған кезде тек осы менің персонажым мұның ішіне кірген кезде, осы персонажды кірген кезде ғана осы события орындалатындай қылып істейтін код. Осыдан кейін мен енді хпым менің 100 болғандықтан мен мына жерге осы өзімнің немді шақырам. Переменді алып алуым керек. Осы character'ның ішінен ол кезде мен set hp деп шақырамыз. Set hp деп шақырған кезде осы значение өзгереді. Яғни on component деген overlap'тың ішіне кірген кезде менде осы значение өзгереді. Одан кейін print string деп шақырып аламын да. Осы print string информацияны экранымызға шығарып береді. Оны мен қалай пайдаланайын деп отырмын? Мына жерден int string'тің ішіне, то есть входной string'тің ішіне append дейтін функцияны шақырғым келіп отыр. hp деп бірінші жазамыз. b-ға осының значениесін береміз. Және де қазір тексеріп көрсек, менде hp 0 деп шықты. Енді бұл жерде hp 0 түсініксіз болып қалуы мүмкін. Сол үшін мен тағы да бір пин создать етейін. Мына жерге мен солай қоя салайын. Болмаса мына пинді алып жасалайық. Remove pin. Қосайық та. Сохранить етек, compile save. Және қайтадан тексеріп көретін болсақ, менде hp 0 деп шықты. Көрсеңіздер. Енді біз hp 0 болып кеткен кезде ол кодты енді алдыңғы сабақта жазармыз. Бізде hp рандомда алыну керек. Мына жерге random in range деген random integer in range деген таңдаймыз. Бұл random integer in range, то есть минимальный значениеден максимальный значение жаза аламыз. Соның ортасындағы сандарды рандомда алады. Мысалға бізге бүйтіп істейік. Get hp деп шақырып алайық. Get hp дейміз, минус integer, сосын значениесін қайтадан қоса саламыз. Мына жерде мен істедім. Мен просто значениеді, то есть переменеді басқа актордың ішінде ссылка ретінде шақырып алдым. Ол ссылка бізде character класстың ішіне шығып тұр, то есть мына персонаждың ішіне алып тұр. Мен оны осы персонаждың ішіне алып, мына event орындалған кезде осы hp-дан -1 алып тастап, сол hp-ға қайтадан значение ретінде беріледі. Сол значение берілген кезде менде 100 деп тұрған переменный уже 99 болып өзгеріп кетеді. Енді мен бұл жерде тек бір ғана емес, рандомда алған қалайым. Енді мен рандомда алған қалау үшін random integer in range деген таңдауым керек. Бұл жерде минимальный значение қоя аламыз. Минимальный значение мысалға бізде 0, максимальный 10. То есть бізде бұл жерде бұл random integer in range не істейді. Минимальный значение демен максимальный значениенің ортасындағы, болмаса дәл осы екі санның 0 емес, 1 деп қойсаң, значениелердің ортасындағы санды ғана алады. Мысалға мен event шақырылған кезде, мына жерде мысалы менде 5 шақырылуы мүмкін, болмаса 6 келуі мүмкін, болмаса 7, болмаса 3 деген сияқты сандар келуі мүмкін. Осы значение мұны hp-дан алынып тастап, сол қайтадан сол hp-ға өзіне беріледі. Және де ары қарай бізде print string арқылы экранымызға вывод жасап береді. Compile save. Былайды басып көретін болсақ, 98, 91. Мен таппай қалдым. 83. Мен өз жаным азайып отыр, 83 болып қалды. Енді бізге бұны қаяқта тұрғанын көру үшін мен просто
бокс шақыра салайын. Бокс емес, куб точно. Куб шақырайын. Куб демек кішкене размерін кішірейтейін. Масштабы осындай болсын. Маған осы кубтың ішіне кірген кезде, кубқа жақындаған кезде менде қып алып тастайды. 84, 80. Ары қарай бізде енді заң қосатын, хп қосатын система ойлап табуымыз керек. Мен бұл жерде енді кішкене әрек кетіп, модель скачать етіп аламын жаңа. Сол банан бізде үлкен екен. Осы бананды шығып жеген кезде ғана хп қосылатындай қылып істеу керек. Оны істеу үшін мен blueprint'тің ішіне өтем. Blueprint создать етем. Актор. Бұл blueprint'ті банана деп қояйық. Банана. Осы бананың ішінде box collision шақырамыз. Box collision ішінде тағы да static mesh шақырамыз. Негізі біз бүйтіп емес, static mesh'тің өзін шақырып, static mesh'ті default цена root'тың ішінде айналдырып, static mesh'ке біз банан шақырсақ болады. Бананды алсақ та өйстіп банан шақырмаймыз, бананды аламыз. Бананды аламыз. Бананды размерін 0.1 қылсақ. Бізде кішкентай банан пайда болды. Бұл бананды біз сценаға шығарып көрейік. Бізде банан тұр. Мен енді мына жерде F әрпін басқан кезде менде қанша жан бар екенін көрсеткенін қалаймын. F әрпін басқан кездегі шақырылатын событияны арап аламыз да, хп переменныйын get арқылы шақырып алып, значениесін print string'ке қоса саламыз. Save, банана. Енді осы жерде біз астына event'терге түсеміз. Event'терге түскен кезде он компонент hit дейтін бар. То есть бұл event тек бір столкновение кезінде ғана шақырылады, бірдеңемен соқтықсқан кезде. Сол кезде осы event орындалады. Event события басталардың алдында біз cast to character bp класс деген шақырып алуымыз керек. Осыдан біз get арқылы хп-ны аламыз, хп переменнен аламыз. Бұл переменныйға integer атрибутын қосамыз, то есть плюс атрибутын. Бұл атрибуттан біз рандомды болғанда рандомды қосқан қалай? Мысалға бір определенный жанды емес, мысалға 1 мен 5-тің арасындағы жанды ғана қосса. Және де осы хп-ны біз set арқылы шақырып аламыз. Осы перемене set хп деп шақырып аламыз да атрибутты осыған қосамыз. То есть бізде перемене хп character классының ішіндегі хп переменныйына мына жерден шыққан санды қосады да дәл сол перемене қайтадан өзіне береді. Енді ары қарай compile save. Бізде уже банан бар. Былай. Мысалға бізде хп 93 болды. 93 хп, мен F деген әріп басқан кезде хп шақырылады. Ендігі менде 105 өп кетті. Менде өткені 2 рет тиіп кеттім. 400 пока что тиіп тұрған кезде маған столкновение болып тұрған кезде маған хп қосыла береді. Міне. 1747 хп болып кетті. Енді 100 хп-дан аспау үшін біз бұны қалай істейміз? Біз бірінші бұны branch арқылы тексеріп аламыз, true или false. Бұны атрибут арқылы шақырып аламыз. Branch. Так, мына жерде хп үлкен болса, егер тең болса, бүйтіп тең болмаса, бізге үлкен болса ғана керек. Значениелерін қосамыз. 100-ге егер хп значение 100-ден төмен болса, өзі қоса береді. Ал егер
болмаса, 100-ден асып кетсе, хпмыз 100-ден асып кетсе, значение переменной хпсының значениесі 100-ден асып кетсе, ол кезде false орындалады. Ол кезде бізге қосып бермейді. Ал менде 100, не 100. Менде 94, 101 болып кетті. 99, 104 болып кетті. Енді бұл жерде енді бұл рандомды қосып тұр. Өткені менде былай шақырып тұр. BP Character кластың ішіне қосылады да. Branch тексереді, типа хпда қанша значение көрсетіп тұр. Мысалы 99 көрсетіп тұр. Егер 99 100-ден төмен болғандықтан, аз болғандықтан бізде true орындалады да, уже арғай мынау система орындалып кетеді. Бұл системада бізде уже автоматически 4 қосып жіберген жаңа. Branch тексеріп алғаннан кейін, деген мысалға уже 104 келіп тұрғаннан кейін бізде false жүріп кетеді. False ешқандай ешнәрсе қосып тұрған жоқ. Read деп шақырып алып, өтірік деп жазайық мысалы. Өтірік деп жазып қояйық. Міне маған өтірік деп шықты. Тоқсан бес. Менде өтірік деп шықты. F-ті бассақ 100 деп шықты. Ендігі егер бізде жан 100-ден аз болып не болып тұрса, ол кезде бізге destroy actor шақырып, то есть жоқылып кетеді бұл. Destroy actor. Енді көретін болсақ, менде 100 болып тұр. 100 болып тұрған соң 10 болып тұрған жоқ. Енді менде жоқылып кетті. F-ті бассам 102. Так, енді сабақтың басынан бастап қайтадан бір қайталап шығайық. Бізде бірінші очередь character создать еттік. Ол character класс ойыншының біздің персонажымыздың толық настройкасын жасауға берілетін blueprint класс pawn дейтін бар. Ол pawn бізде тек управление персонажымыздың толық настройкасы болмайды. Тек сіз ұшып жүре аласыз, сояқта жүре аласыз. Управление болады, бірақ оның character сияқты толық настройкасы болмайды. Бізде character blueprint классын создать еткеннен кейін, жасағаннан кейін бізге бірінші мешті орнатуымыз керек. Меш skeletal mesh арқылы береміз өзіміздің персонажымызды. Одан кейін spring arm дейтін управление камерасын жасауымыз керек. Оған камераны датчерный компонент қылып қосамыз. Spring arm бізде камераны қозғауға көмектеседі. Одан кейінгі значениелер камераны біз расстояниесін қойып аламыз. Камерадан ешнәрсе өзгертпей ақ қойсақ болады. Character movement'тің ішіне кіретін болсақ, бізде мына жерде настройкалары тұрады. Біздің өзіміздің персонажымыздың қозғалу настройкалары. Маған тек керегі мына жерде character movement rotation settings, то есть бұл жерде не айтылады? Біздің персонажымыздың вращениесінің настройкасы. Қанша градусқа бұралады, қанша градуста жүре алады деген сияқты. Осының барлығы настройкасын жасап болғаннан кейін event craftқа өтеміз. Event craftта бізде код жазылады. Осы кодтың ішінде біз өзіміздің кнопкаларымызды шақырамыз. События ретінде ол событиядан шығарып біз add movement input деген функцияны шақырамыз. Ол функцияға біз өзіміздің персонажымыздың тұрған орнынан алға қарай жүру керек па, артқа қарай жүру керек па, соның локациясын береміз. Значениелерін береміз. Одан кейін move right функциясын события ретінде шақырып алып, оғанда add movement input деп қосып, get right векторын қосып береміз. Одан кейін камераның управлять ету turn input axis событиясын шақырып, контроллер wow input'ын функциясын береміз. Одан кейін input axis look up событиясын шақырып, controller pitch input функциясын береміз. Одан кейінгі бізде жан алып тастау. Бізге бірінші очередь хп дейтін перемене жасау керек. Ол хп перемене integer типін таңдап, значениесіне 100 деп қоямыз. Өйткені біздің персонажымыздың жаны 100 болу керек. Егер сіздер рандомды қалайтын болсаңыздар шыққан, бұл кезде сіздер мына жерде event деген play дейтін событияны шақырып, сол переменені
алып сол переменеди өзгертүүлөрүңүз керек, рандомду беретін кылып. Дәл жаңағыдай хп минустың ішінде істегендей қылып enrage дейтін random integer enrage дейтін функцияны шақыра отырып 50-ден 100 дейсіздер ма, оған любой значение жазсаңыздар, сол значение минимум мен максимум арасындағы значениені рандомды қылып береді. Енді бізде ол жанды алып тастау үшін мен бір актор создать еттім. Ол акторға мен box collision қостым. Box collision дейтін, осы box collision ішіне кірген кезде, осы коллизацияның ішіне кірген кезде менде жан алып тастайды. Оның ішінде оны жоғалтып алмау үшін box collision қаяқта шыққанын көру үшін негізі мына box collision менде ойын қосылған кезде жоқ болып кетеді, көрінбей қалады. Оны hidden in game дегенді алып тастасаңыздар, ол шығып тұрады. Міне көрсетілді менде. Ол некрасиво болып қалғаннан кейін мен қайтадан қосып қойсам. Жоғалтып алмау үшін мен куб деген компонент қостым. Куб компоненті бізде 3D модель, static mesh. Оны любой модельге ауыстырсаңыздар болады. Мына жерде конусқа ма, болмаса мынаған ба, даже не знаю, что это такое. Бананға ма, банан бірақ бізде бар. Сол үшін куб күйінше қала берсін. Одан кейін event graph-қа өтеміз. Event graph-қа өткеннен кейін box collision events'іне өтеміз. Событияларына қандай события возможен. Сол event'ің ішіне кірген кезде on component begin overlap, то есть на событие on component begin overlap дейтін события event. Осы коллизацияның ішіне кірген кезде ғана орындалатын события. Осыны view дегенді басамыз. Негізі view емес, плюсті басамыз. Сол плюсті басқан кезде бізде события шақырылады. Осы бокстың событиясы шақырылады begin overlap дейтін. Осыдан біз other акторды шығарып, біз өзіміздің главный персонажымызға ссылка тастауымыз керек. Оны просто cast-ту атын, өзіміздің персонажымыздың атын жазамыз. Сол персонаждың атын жазған кезде шығады. Осы персонажымызға ссылка тастағаннан кейін, ссылка алғаннан кейін, осы cast-ту арқылы осы blueprint классымыздың ішінде қандай перемен не бар, не жоқ, барлығын SBP character класстың ішінен аламыз. Мендегі енді бұяқтан тек қпны ғана алдым. Қп переменнен өткен қп менде жанды көрсетеді. Осы қп переменнен get арқылы алып, оны randomizeбен азайтып жанын. И қайттан сол переменный, то есть blueprint класстың ішіндегі қп переменнен set арқылы шығарып, соған значениесін бердім. Бергеннен кейін, одан кейін мен string дейтін экранға вывод шығарып беретін функцияны шақырып, просто осы қпның ішінде қандай значение көрсетіп тұр, соны экранымызға шығарып беретін код жаздым. Мысалға міне қп96 F-ті басатын болсам, менде қп96 данный момент менде қп96 ғана бар. Одан кейінгі бізде жан көтеру, жанымызды қайтан бастан етету. Оны мен жасау үшін мен просто интернеттен бананның 3D моделін жазып алдым да, blueprint деген пакпның ішінде акторы, актор классын, blueprint класс акторын создать етіп, ішіне просто static mesh добавлять етіп, static meshті қосып, оған бананның 3D моделін беріп, материалдардың бәрін өзі автоматически таңдап алады негізі. Егер таңдалмаған жағдайда, егер сіздің материалдарыңыз объектінен бөлек болатын болса, сіздер просто мынаны басып, былай бересіңіздер болады, любой бір модельді, объект, то есть материалды. Менде банан болғаннан кейін бананның материалын беруім керек. Одан кейін осы событиялардың, осының событиясына түсіп, осы модельдің событиясына түсіп, осы жақта on component hit при столкновении дейтін событияны плюсик басып, одан кейін дәл жаңағы хп минустағыдай BP character классқа ссылка алып, одан хп переменнен get арқылы алып, менше атрибутын шақырып, 100-ден аз болса бізде true орындалатындай қып, егер көп болса false орындалатындай қып істедім. Егер бізде значениесі переменен хп-ның значениесі аз болатын болса 100-ден, бізде true орындалады да, рандомды бір значение қосылатын жерде. Мысалға 1 минимум и максимум 5. Осының ортасындағы бір сан қосылады. 1 болмаса 5 қосылады, болмаса 4, болмаса 3 қосылады.
осы қпға. Сол қп қосылған значение, то есть мысалға менде 99 болатын болса, менде мына жерде 1 или 5 қосылғаннан кейін, мысалға 5 қостық деп есептейік. Ол кезде маған 104 болады да, дәл осы черектердің ішіндегі blueprint класстың ішіндегі қп перемененің значение менде 104 болып өзгеріп кетеді. Және де менде одан кейін егер true шығатын болса, менде жаны көтерілгеннен кейін ол realistation жеп алған сияқты болады да бананды. И destroy actor орындалады. Destroy actor бізде сценадағы бананды өшіріп тастайды. Мысалы 99. Міне жоғып кетті. Toggle breakpoint деген қосылғапты менде. То есть ол toggle breakpoint дейтін не? Бананға менде destroy actor орындалып отқан кезде данный момент қандай значение breakpoint қайсында қосылып тұр, сол значение сол орындалып отқан кездегі функцияны сразу шығарып береді. Бұл қай кезде көмектеседі? Функция орындалып тұр ма, или орындалып тұрған жоқ па? Сол білу үшін ғана көмектеседі. Бүгінгі сабақ уже 1 сағаттан асып кеткен шығар. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Келесі сабақ, құдай қаласа, арғы күні шығады.